Бүгінгі сабағымызда Microsoft Word'да тексті форматлау жолдарын үйренеміз. Оған шрифт сайлау, шрифтті өзгерту, әртүрлі рең беру, размерін кішейту, солардың хаммасын көріп шығамыз. Так, документті ашайын, қалаған бір документ, я болмаса жаратамын. Ашылды. Шрифтті өзгерту үшін қараң, біздерде главный деген вкладкамыз бар. Главный деген вкладканың ішінде шрифт деген бөлім бар. Осы жерде хамма инструменттерін бірме-бір көріп шығамыз. Баста көріп шығатынымыз калибри деген, шрифттің стилі деген. Қандай стилде тұратын. Мысалы, официальный документлерде мынандай болып тұру керек. Оны шрифттің стилін өзгертсем болады. Қараң, мына жерде әртүрлі стильдер бар. Мынандай. Текстіміз қараң, өзгеріп жатыр. Көрдіңіз ба? Мына жерге мынандай қылып, қолда жазғандай қылып қойсам да болады. Егер официальный документ оборотта істейтін болсаңыз, мына жерде хаммасын сайлаймын да, мына жерге басамын, сөйтіп Times New Roman дегенді іздеймін. Times New Roman мына ақырғы беттерінде тұруы мүмкін. Егер таба алмай жатқан болсаңыз, мына жерде недавнийдің ішінде жоқ болса, Т дегенді жазасыз, Т деп, английский Т деп мына жерге жазасыз, Times New Roman деп шығады. Соқта мынандай болып шыққан уақытта Enter деген басып жіберіңіз. Enterді басасыз. Times New Romanға болды. Көп шықтық, шрифттің стилін өзгертуді көрдік. Енді размерін өзгертуді көрейік. Мына жерде екіншісін. Размерін қалай өзгертеміз? Мына жерде қараң. 11 деп тұрыпты. Бұл 11, 12, 18, 20, 22. Көрдіңіз ба? Мынау текстіміз үлкейіп жатырыпты документке байланысты. Үлкейіп, кішірейтіп қалайынша. 8 минимальный 8 деп тұрыпты, бірақ сіздер оны не қылсаңыз да болады. Мысалы, 2-ге қойып қойсаңыз да болады. 2 деген мынандай болып қалады. Олма текст көрінбей қалады. Тек жақындатқан уақытта көрінетін қылсақ болады. 150-ге қойып қойған. Біздерде документте Times New Roman дейтін официальный хожетлерде 14 деймін. Енді мына екі кнопканы көріп тұрған болсаңыз, увеличить шрифт, уменьшить шрифт деген бар. Ол не қылады? Екі бағанадан үлкейтеді, я болмаса екі бағанадан кішірейтеді. Мына жерге қарап тұрам, 14 деп тұрыпты. Бір мәрте бассам, екі бағанадан үлкейтіп жатырыпты, міне, кішірейтіп жатырыпты. Осындай қылып үлкейтіп кішірейте берсеңіз болады. Міне, текстімді осындай қылып көрдім. Енді мына жерде не қылады мынау? Мына зат не қылады? Егер жазуыңызды жаздыңыз, бір зат жаздыңыз. Бірақ хаммасын, мысалы, мына зат хаммасы үлкен әріппен жазылу керек. Мыналардың бәрі үлкен әріппен. Оны не қыламын? Мына жерде сайлаймын, все прописные деген бар, хаммасы үлкен әріппен жазылады. Енді мына жерде хаммасы кішкентай әріппен жазылу керек деймін. Мына жерде не қыламын? Все строчные деген бар. Хаммасы кішкентай әріппен жазылады. Егер начать с прописных десеңіз, бастағы әріптері үлкен әріптен болады. Мына жерде как в вложениях деңіз, кәдімгі текстте болып тұрады. Осындай зат бол, тек. Міне, болды, көрдік, регистрін өзгертуді көрдік. Міне, алдыңғы халатына келтіретін болсақ, как тексте деген бар, как вложение деген. Мынаны алдыңғы халатына келтірейін. Мынандай алып, өзім ручной Т дегенді қойып қойсам болады. Міне. Енді мына жерде, мына стерка деген бар, очистить форматирование деген бар. Ол не үшін керек? Қараң, біздер мынандай алып қойдық, алдыңғы халатына келтіру үшін. Оны, мысалы, әртүрлі рең беріп кетті, мынандай болып кетті. Мынандай болып тұрған болса, текстіңіз мынандай болып тұрған болса, әртүрлі форматларды өшіріп тастайды оның ішінде. Шрифтларды нелерді мынандай қойып жібереді. Одан ручной өшірмей тұру керек. Формат дегенде мына жирный курсив тұрды. Осыны алдыңғы халатына келтіреді. Все прописные деп вложение деп қояйын. Енді мына ЖКЧ деген жазуды көріп тұрған болсаңыз, қараң, ЖКЧ деген жирный деген бол, комбинациясы Ctrl-B екен, көрдіңіз ба? Жирный деген текстіңізді белгілеп көрсетіп тұру үшін керек болады. Мысалы, мынаны сайлаймын, Ж дегенге басамын, қалың болып тұрады, міне, текстіңіз қалың болып тұрыпты. Мынаны бір текст сайладым, үстіне 2 мәрте бастым, қалың болып тұрыпты. Енді мына жерге К дегеніміз курсив болып тұрады. Курсив деген сәл қисайып тұрады текстіңіз.
Енді оны қисайып қалың қылып қойсаң болады. Қисайып тұрады, қалың қылып тұрса болады. Міне қисайып қалың болып тұрды. Оны клавиатурада комбинациямен істесеңізден болады, фарқы жоқ. Көбінше мынаны басып істеймін мен. Енді начертание деген зат бар, міне тек мынаның астын белгілеп қойып қояды. Міне үстін басамын, міне астына мынандай қылып сызып қойып қояды. Енді мына жерде ABC зачеркните деген бар, мынаның үстін былай сызып қойсаңыз болады. Мына жерде қатеңіз бар, мына жерде қатең бар деп, болмаса мына жерде болмайды деп, әртүрлі жағдайда керек болып қалады. Үстіне сызуды көрдік, енді форматты өшіруді көрейік. Мына кетіргішпен очист формат деген бар, өшіріп тастаймын. Көрдіңіз ба, мына не үшін керек екен? Стерка денеді. Енді мына x2 x2 деген зат бар, екі зат көріп тұрдыңыз, көрдіңіз ба? Ол не үшін керек? Қараң, сәл шрифттің размерін үлкейтен, формат қылған уақытта Times New Roman'нан өшіп кетеді. Соның үшін Times New Roman 14 деп қоюды ұмытпаң. x2 деген математикалық формула, болмаса химиялық формулаларды жазу үшін әртүрлі жағдайда керек болады. Мысалы, мен ЖКЧ-да тұрып қалған екен, Ж-да басып қойсаңыз, қараң, жирный болып жазылып кетеді. Соның үшін Ж-ны қайттан үстіне басуды ұмытпаң. Үстіне қайттан басама, Ж-ны өшіруім керек. Мысалы, судың формуласы H2O деген бар. H2O, хамме біледі. H2O-ны қалай жазамыз біздер? H2O дегенді, қараң, H-ды бастым, жаздым, X2-ні бастым, енді төменіне жазылады, көрдіңіз ба? Енді мынаны өшіруім керек. X2, O. H2O, яғни математикалық әмел X квадрат деген. Не? Жаздым, енді үстіне баспасам, үстіне жазылып кете береді, көрдіңіз ба? Жазылмау керек ол. Ондай қылып жазылмау керек, сөйтіп соны қайттан үстіне басып өшіріп қойыңыз керек. Соны ұмытып кетпең. H2O деген. Хаммесін шірне қылып қоятын болсам, мына Ж дегенге басамын. Енді мына жерде Enter басайын. Мына жерде не қылады ол? Мына текстке әртүрлі эффект береді. Мысалы, эффект, мынандай эффект берсеңіз болады, тем берсеңіз болады, контур берсеңіз болады, әртүрлі нелер берсеңіз болады. Мысалы, не үшін керек ол затлар? Мысалы, біреуге сертификат істеп жатқан болсаңыз, мысалы, подарочный сертификат не істеп жатқан болсаңыз, сертификат дейсіз. Сертификат. Мына жерде мынандай алып қойсаңыз болады, мына сертификат деп әртүрлі эффект беріп қойсаңыз болады. Өзіңізге байланыс салып қоя бересіз. Енді мына жерде Ctrl-Z пен, яғни мына ізге қайту деген түймесімен ізге қайтайын, істеген затларымды. Енді мына жерде тағы не зат бар? Бояп қоятын бар. Бояп қояды, міне, бояп қояды. Сайлаған жерімді бояп қояды. Мысалы, жасыл реңге, қызыл реңге бояп қойсаңыз болады. Енді мынау арқа фонын бояйтын зат, арқа фонын. Мына қара затты, міне текстен қара бояп тұрған затты бояу үшін, мысалы, арқа фонын емес, мынадан пайдаланасыз, міне. Мынау мына жерде бояйды, міне. Тексттің өзін бояға тұр, көрдіңіз ба? Бояйды, осындай алып бояйды. Осымен шрифт бөліміне үйреніп шықтық. Енді абзацпен істеуді үйренейік. Абзацты дұрыслау, текстілеу деген. Қараң, біздерде үлкен бір текстіміз бар, көрдіңіз ба? Міне хамме текстіміз бар. Соны дұрыслап істеп көреміз. Абзацпен істеуді үйренеміз. Қараң, абзац деген бөлім, главный деген вкладканың ішінде абзац деген бар. Осылардың хаммесін бірімен бір көп шығайды. Енді мына кнопканы көрейік. Бірінші выровнять по левому краю деген. Шеп жаққа текстілеу деген. Әрбір текстің шеп жақында былай текстен тұрыпты. Не, көрдіңіз ба? Егер мына ортасына бассам, хамме текстіңіз ортада тұрып қалады, қараң. Ортада тұрып қалады, көрдіңіз ба? Ортада тұрып қалды. Енді по правому краю деген зат бар, енді мына жерде. Мынау оң жаққа текстеніп қалады, не. Мынандай болып қалды. Мына жерде қараң, мынау төртіншісі не зат дейді? Үстіне басаман, есат өзгермегенде көрінеді, бірақ қараң, мына жерде теп-текст болып қалды, көрдіңіз ба? Мына жерде хаммесі теп-текст болып қалды. Қандай болып қалды? Кітаптай болып қалды. Осындай қылып істейді, кітаптай қылып. Не, мынау. Сәл-пәл парқы болады. Ішінде һәм көплеу текст сыяды.
Енді мына кнопканы көріп шығайық, ол не қылады? Интервал береді. Текстеуді үйрендік, енді интервал беруді үйренейік. Интервал деген қараң. Мына жерде 1, 1,5, 2, 3 деген не зат бар. Әрбір текст қатарында, міне, мынау бір қатар, мынау екінші қатар, мынау үшінші қатар, төртінші қатар, 4 қатарлы текстім бар. Мына қатарлардың аралығын бере жақпан. Ол 2 деп берсем, қараң, аралық мынандай 2 не болып кетті. 2 пункт аралық. Мына жерде 3 десем мынандай болып кетеді. Хамме документке беретін болсам, міне хамме документ сайлап аламақ. Оны былай мешкімен шеп жағын басып тұрып сайласам болады. Я болса Ctrl-A деген комбинациямен сайласам болады. Ctrl басасыз, A-ны басасыз. Хаммесін 1,5 деп қояйын. 1,5. Хаммесін былай текстеп қояйын. Міне 1 текстеп қоямын. Міне. Енді 1,5 деп қойдым. Енді мына жерде интервал деген зат бар. Көрдіңіз ба? Удалить, добавить интервал после абзаца деген. Бір текстіңіз, міне, Enter бассаңыз бір абзац пайда болады дедім. Міне, Enter бассаңыз бір абзац. Осы екеуінің аралығындағы, міне, аралықты өшіру үшін, яғни қосу үшін интервал деген зат бар, міне. 1 деп қояйын, міне. Мына интервалды көріп тұрған болсаңыз, мына жерде үлкен бір аралық бар. Хаммесіне 1 деп қойсам, міне, көрінеді, міне. Интервал көрдіңіз ба? Мына жерде интервал бар. Мына жерде бар. Мына жерде бар. Енді соны өшіріп тастау үшін, міне, хаммесін сайлаймын. Удалить интервал деген бар. Көрдіңіз ба? Міне, көп текст сыйбады. Удалить интервал. Абзацты текстлеуді көрдік, не қылуды көрдік. Енді абзацтың бірінші қатарын текстлейтін болсақ, қараң, біздерде видтің ішінде линейка деген зат бар. Міне, мынандай болып шығады. Линейка деген затты қосып қоюым керек. Мына жерде қараң. Мына жоғарыда, мына 3 мешітті көріп тұр. Первый строки деген міне. Тек бірінші қатарын дұрыстайды. Көрдіңіз ба? Бірінші қатарын. Ал мынаусы болса, мынаусы. Хаммесін былай шетке қойып қояды, міне. Мынандай болып шетке қойып қалынды. Осындай қылып қойып қойсаңыз болады. Так, ол зат баста мынандай болып тұра берсін, міне. 1,5 текстің бірінші қатарын 1,5 болып қою үшін, міне, 1,5. Енді қараң, мына жерде хаммесін сайлаймын. Өзімізге мына жерден 10 см, мына жерден 10 см, немесе жоғарыдан не төменнен деп ручной қойсам да болады. Мысалы, интервалды өшірдік, другие варианты деймін. Мысалы, 31 строки, мысалы, 5 см аралық болсын, 5 см деймін. Мына жерде 5 см. Окей деп басамын. 5 см аралық болады бірінші қатарында. Мына жерге другие варианты деген басамын. Мысалы, 5 см-ді өшіріп тастаймын. 0 деймін. Енді 30 справа 3 см дейін. Мына жерде примерда көрсетіп тұрды, мысал. 3 см былай қимылдайды. Осы жерде мынандай болып қимылдап жатыр. Көрдіңіз, мына жерде де линейкада өзі қимылдап жатыр автомат түрде. Осындай қылып сіздерді дұрыстап істеп алсаңыз болады. Осыны практикада көрген жақсы, практикада көріп шығамыз. Қалай істеу керек екенін. Главный, сіз теорияны біліп алдыңыз, мына затларды біліп алдыңыз. Енді практикада көріп шығайық.